Ассаляму алейкум. Біздің арнамызға қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді рассольник сорпасын дайындаймыз. Егер де сіз әлі біздің арнамызға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуге ұмытпаңыз. Себебі сіздерді алда өте қызық әрі дәмді рецептер күтіп тұр. Және оларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюыңызға кеңес беремін. Ал ендеше бастайық. Алдымен қазанға 2 литр суық су құйып, етімізді салып, орташа отқа қойып қоямыз. Қайнағасын көбігін алып, тұзын салуға ұмытып кетпеңіздер. Бетін жауып, ақырындатып қоямыз. 40 минуттан соң қазанға жуылған арпамызды саламыз. Ол 20 минут піседі. Ол уақытта біз жаркасын дайындай береміз. Ол үшін бір орташа пиязды ұсақ көбікпен тураймыз. Сәбізді де дәл солай турап қоямыз. Немесе оны теркадан өткізіп алса болады. Келесі тұздалған бір үлкендеу қиярды көбікпен тураймыз. Бұны да қаласаңыз теркадан өткізіп алуға болады. Мен кейде солай да жасаймын. Және де тұздалған қиярдың орнына маринованы қияр алсаңыз да болады. Осыдан кейін картобымызды да турап дайындап қоямыз. Оны орташа көбікпен тураймыз. Ал енді бәрін қуырып аламыз. Табаға сұйық май құйып, орташа отта бірінші пиязымызды қуырамыз. Содан соң сәбізді араластыра отырып 1-2 минут қуырамыз. Ал соңында тұздалған қиярды салып, тағы 1-2 минут қуырыңыз. Зажаркамызды істеп болғанша 20 минут өтті. Етімізді шығарып алсақ та болады. Етімізді шығарып алғасын, зажарка мен картобымызды да бірге салып жібереміз. Бетін жауып пісе берсін. Ал біз бұл уақытта ыдысымызда қаймақ пен ұнды араластырып алып, кейін оған су құйып, бір келкі түйіршіксіз болатындай етіп жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Бұны сорпамыз піскен уақытта құйып жіберу керек болады. Артынан кесілген етімізді де салып, қақпағын жауып қоямыз. 5-10 минуттан соң сорпамызды құя берсе болады. Сонымен біздің қою өте дәмді сорпамыз дайын болды. Рассольник жасап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде мен рецебімен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Және де қазақша контентімізді қолдап, комментарий жазып, лайк басып кетулеріңізді сұраймыз. Ал видеомыз ұнаған болса, тіркеліп кетуге ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Қаламқас және дәмді болсын арнасы. Ассаляму алейкум.